Армысыздар қадірменді кітап сүйер қауым, әдебиет сүйер оқырман. Өздеріңіз жақсы білетіндей, елімізде жыл сайын бір ел, бір кітап акциясы өткізіледі. Яғни, бір жылға бір автордың бір атаулы шығармасын үлкен ғалымдарымыз, әдебиетшілер талқылап, талдап, сол кітапты жыл бойы насихат жұмыстарын жүргіземіз. Биылғы жылдың ерекшелігі еліміздің егемендігіне ордалы 30 жыл толуына орай, қазір сіздердің назарларыңызға сол 30 кітапты таныстырып өтуді жөн көріп тұрмын. Бұл 30 кітаптың ішінде әдебиет жанрлары поэзия, проза, драматургия, балалар әдебиеті және аударма жұмыстары талданған. Қазіргі уақытта ең біріншісі қазақ поэзиясы, әрине қазақ поэзиясының ағиығы Мұқағали Мақатаевтың өмір дастан жинағы, терең лирикаға толы Мұқағали Мақатаевтың жырларын оқымаған қазақ кем-де-кем шығар. Сонымен қатар біздің әнұранымыздың авторы, қазақ поэзиясына өзінше өрнек әкелген, қазақ поэзиясын терең философиямен байытқан Жұмекен Нәжмеденовтің поэзия жинағы, менің Қазақстан жинағы биылғы жылғы 30 кітаптың ішіне кіріп отыр. Сонымен қатар мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстан Жазушылар одағының төрағасы Ұлықбек Есдәулеттің поэзия жинағы, Киіз кітап жинағы осы 30 кітаптың ішінде. Сонымен қатар биылғы жылғы су жаңа біздің мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, белгілі Арқаның арқалы ақыны Серік Ақсұңқарұлының кітабы да осы топтаманың ішінде. Келесі кезекте проза жанры бойынша біздің ерекше атап өтетініміз ерекше жазушы Тобық Жармағамбетовтің отамалы кітабы. Осы кітапханамыздан келіп алып оқуларыңызға болады. Сонымен қатар биылғы жылғы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Тынымбай Нұрмағамбетовтің кітабы. Сонымен қатар ерекше атап өтуге тұратын жазушы Сәуле Досжанның Қасірет пен тағдыр кітабы. Біздің семейлік оқырмандарға ерекше баса назар аударып өтуге болатын кітап, себебі біздің Семей полигонын жырлайтын, соның қайғысы мен қасіретін осындай үлкен романға сыйдырған ғажап туынды биылғы жылдың таңдауына іліккен екен. Одан әрмен қарай жылжысақ, драматургия саласы елімізде ғана емес, бүкіл әлемде, дүние жүзінде театр сахналарында қойылып жатқан, белгілі әлемдік театр танушылардың үлкен бағасын алған Дулат Исабековтің пьесалар жинағы. Сонымен қатар арқалы жазушымыз, сүбелі жазушымыз, прозаик, драматург Рахымжан Отарбаевтың кітаптары да осы таңдаулы шығармалардың ішінен орын алып отыр. Келесі кезекте балалар әдебиеті, әрине ең әуелі біздің қазақ даласына, қазақ баласына қара танытқан, Торғай мен Ырғызда үлкен мектеп ашып, қазақ баласын сауаттандыруға бүкіл ғұмырын арнаған Ыбырай Алтынсариннің кітабы біздің маңдайалды кітаптарымыздың бірі, осы 30 кітаптың төрінен орын алады. Сонымен қатар ерекше кітаптың бірі Зира Наурызбаеваның Алтын тостағанды іздеу. Бұл біздің жаңа заман әдебиетіміздің көрнекті кітаптарының бірі. Сонымен қатар әрине балалар әдебиеті деген кезде балалық шаққа саяхат, Менің атым Қожа, Жекпе-жек сынды сүбелі шығармаларды біздің кішкентай оқырмандарымызға тарту еткен Бердібек Соқпақбаевты айтпай кете алмаймыз. Биылғы жылы бұл қабырғалы қаламгердің Жекпе-жек повесі таңдалып алынып отыр. Бұл біздің жас достарымызға саламатты өмір салтын сүруге, әдебиетке құмартуға үлкен септігін тигізеді деген ойдамыз. Ары қарай құлашымызды кеңге сермесек, әрине аударма саласы біздің әлемдік әдебиеттің інжу маржандарын біздің қазақшаға, қазақ тіліне аударылған кітаптары биылғы жылғы 30 жылдың сүбелі еңбектерінің арасына кіріп отыр. Әрине әрі кинофильмдерге, сериялы кинофильмдерге айналған, әлем бойынша бестселлер болып, ең көп оқылымға ие болған кітаптардың бірі ол Жоан Роулингтің Гарри Поттер кітаптар топтамасы биылғы жылдың аударма саласының негізгі кітаптарының бірі. Сонымен қатар Нобель сыйлығының лауреаты Габриэль Гарсия Маркестің 100 жылдық жалғыздық кітабында осы қатардан көре аламыз. Бұл жерде Нобель сыйлығының лауреаты тек қана Габриэль Гарсия Маркес емес, сонымен қатар түріктің үлкен жазушы Орхан Памуктың дәл сол Нобель сыйлығына лайық деп есептелген шығармасы Менің атым Қырмызы кітабы да осы кітаптардың арасында. Сонымен қатар оқырманға өте оқуға қызғылықты,
қызықты детектив жанрының майталманы Агата Кристидің де кітаптары осы биылғы жылдың таңдауына іліккен екен. Мінекей құрметті оқырман қауым, құрметті достар, әлі де аттары аталмаған авторларымыз әлі де көп. Өздеріңіз келіп танысып көрулеріңізге болады. Баршаларыңызды кітап оқуға шақырамыз. Абай атындағы Әмбебап кітапханасының есігі сіздер үшін әрдайым ашық.